Сәлем достар! Бүгін сіздерге Alipay-ға карта тіркеуді көрсететін боламын. Ең алдымен, егер телефоныңызда Alipay жоқ болса, жүктеп аламыз. Егер сіздің телефоныңыз Android болса, Play Market'тен немесе iPhone болса, App Store'дан жүктеп аласыз. Жүктеген соң ашамыз. Ашқан кезде осындай төменгі жағындағы мой деген батырманы басамыз. Басқаннан кейін мына жерде банковская карта деген бөлімге өтеміз. Сосын мына жерге картаңыздың 16 санын жазатын боласыз. Немесе мына жерде камера тұр ғой, осы камераны қосып, картаңызды камераға жақындатып, суретке түсіріп қойсаңыз болады. Сол кезде сіздегі алдындағы 16 санын түсіріп алып, мына жерге қойып беретін болады. Мысалға, мен мына жерге картамның алдындағы 16 санын жазайын. Осылай жазасыз. Жазғаннан кейін мына жерге картаңыздың айын және жылын жазатын боласыз. Таңдап. Мына көкті басамыз мына жерде. Сосын мына жерге картаңыздың артындағы 3 санды жазасыз. Былай жазып шығамыз. Сосын мынау төменгі жағындағы көк батырманы басамыз. Мынау басқаннан кейін сізде картаңыз тіркеп алатын болады. Осылай тіркеп алатын болады. Қазір мен оны дұрыс жазған жоқпын. Сіздер өздеріңіз карталарыңызды дұрыстап толтырып жазып шығатын боласыздар. Сол кезде картаңыз сәтті